Баршаңызға сәлем, достар. Бүгін біз көпшілікті қызықтыратын бір сұрақты талқылаймыз. Саусақты қытырлату денсаулыққа зиян ба? Бұл жайлы пікірлер әртүрлі. Бүгін бәрін анықтаймыз. Әуелі, саусақ неге қытырлайды? Қытырлаған дыбыс буындар арасындағы синовиалды сұйықтықта пайда болатын азот көпіршіктерінің жарылуынан шығады. Бұл толық табиғи процесс, және уақыт өте көпіршіктер қайтадан пайда болады. Енді маңызды сұраққа келейік, саусақты қытырлату зиян ба? Зерттеулердің көпшілігі көрсеткендей, бұл әдет буындарға зиян келтірмейді. Бірақ кейбір дәрігерлердің пікірінше, бұл әдет буын айналасындағы жұмсақ тіндерге шамалы кері әсер етуі мүмкін. Қауіпті болуы мүмкін жағдайлар, егер қытырлатқанда ауырсыну пайда болса, немесе буындар сінсе. Бұл жағдайда дәрігерге көріну қажет. 3 бөлім. Психологтар бұл әрекетті стресс пен мазасыздықты жеңілдету әдісі деп түсіндіреді. Саусақ қытырлату кейбіреулер үшін релаксация әдісі сияқты. Бірақ егер бұл әдет сіздің немесе басқалардың мазасын алатын болса, оны басқа әдеттермен алмастыруға болады, мысалы, стресске қарсы шар қолдану. Сонымен саусақты қытырлату қалыпты жағдай, бірақ шектен шықпаңыз. Егер жағымсыз сезімдер болмаса, бұл әдеттің айтарлықтай зияны жоқ. Ал сіз бұл әдетке қалай қарайсыз? Төменде пікірлеріңізді қалдырыңыз. Егер ақпарат пайдалы болса, арнаға жазылып, жақындарыңызбен осы видеоны бөлісуді ұмытпаңыздар.